Сәлем достар, пайдалы ақпарат арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырбаты қазақ қызының Қытай теңіз әскеріндегі қызметі туралы болмақ. Ендеше бастайық. Бұл Ляонин Қытайдың ұшақ таситын әскери кемесі. Мұндай авианосец әлемнің санаулы алпауыт елдерінде ғана бар. Демек, Қытай үшін оның маңыздылығын айтпаса да түсінікті шығар. Ал бұл Жадыра Қабылқызы, Қытайдың Шыңжаң өлкесінде дүниеге келген қазақ қызы. Бүгінде жасы 25-те. Чанчжи колледжінің экономика және менеджмент мамандығы бойынша оқуын аяқтаған Жадыра 2015 жылы әскерге шақырылған. Көзге түскен ержүрек әрі зерек қызды шенділер Қытай әскери теңіз флотының сарбазы етіп қызметке өтеуге алған. Енді осы сүйріктей сұлу қыз Қытай флотының ең айбарлы кемесі Ляониннің тізгінін өз қолына алған. Дәлірек айтсақ, штурвалға иелік етіп, кемені жүргізіп жүр. Құрамында 2000-ға жуық адамы бар. Оның ішінде 520 офицер қызмет ететін, 50-ге жуық ұшақ пен тікұшаққа аэродром болған. Қыруар қару-жарақ тиеген әскери кеменің теңіз бен мұхиттағы еркін жүрісі Жадыра Қабылқызының шеберлігіне байланысты. Тарихтан қазақ қыздарының батырлығы туралы талай естідік. Олар пулемет арқалап соғысқа аттанған, истребительге мініп жаудың ұшақтарын қиратқан, қару ұстап қамал алған. Кейінгі жылдары К-700 тракторына мініп жер жыртып, озат шопан, үлгілі диханды атанған. Бірақ алып әскери кемені жүргізіпті дегенде естімедік. Менің жасымдағы көптеген нәзік жандылар көлік тізгіндей алады. Ал мен алып теңізде кеме жүргізіп, дүлей дауылмен тайталасамын дейді Қытай журналистеріне берген сұхбатында Жадыра Қабылқызы. Ляонинде Жадырадан басқа 100 шақты нәзік жанды ер азаматтарға тән қызметтерді атқарып жүр. Жігіттерге қарағанда олар техниканы тез меңгеруге бейім. Жадыра компьютерлік есептеуге жүйрік, сондықтан кеменің қозғалыс траекториясын жылдам есептей алады. Достар, менің екінші арнам Ұлы Дала тарихы YouTube арнасына жазылып, ұлы тұлғалардың өмірбаяны мен Ұлы Даланың тарихын біліп жүріңіздер.